Жүргізуші мен ханым. 20 жыл бойы ол олардың отбасын тасып жүрді. Бірақ өзі ешкім еді. Ал бір күні отағасының жерлеу рәсімінде әйел артқы орындыққа отырып, жүргізушінің қолын дірілдеткен сөздерді айтты. Ол олардың үйінде көлеңке сияқты болды. Шын есімін ешкім дұрыс білмейтін, Ерлан ба, Бекзат па, әлде Асқар ма? Барлығы үшін ол жай ғана жүргізуші еді. 20 жыл бойы ол Мырза Әлиевті және оның отбасын таситын, таңертең кеңсеге, түсте балаларды мектептен әкелуге, кешке қонақтықтарға, театрға, не мейрамханаға. Сағаттап көлікте күтіп отыратын, ыстықта қалғып, қыста тоңатын, ал олар оралғанда үнсіз есікті ашып, ханымның тон шешуіне көмектесіп, қайтадан рөлге отыратын. Оның қалай өмір сүретіні ешкімді қызықтырмайтын. Белі ауыра ма? Әлде тісі ме? Үйінде бос тоңазытқыш күтіп тұрған жоқ па? Бұған ешкімнің ісі болмады. Ол әрқашан жанында, бірақ көзге көрінбейтін адамдай еді. Тіпті Әлиевтің балалары есейгенде оның кім екенін білгісі де келмеді. Әй, аға деп атайтын, не одан да сорақсы, саусақтарын шытырлатып шақыратын. 20 жыл ішінде ол бәріне куә болды. Өзгенің ұрыс-керістеріне, отбасылық жанжалдарға, артқы орындықтағы құшақтарға, тіпті ханым Әлиеваның қара көзілдіріктің астына жасырып жүрген жасына дейін. Бәрін көрсе де үнсіз қалатын. Өйткені өз орнын білетін жүргізуші. Сосын Мырза Әлиев өмірден өтті. Салтанатты жерлеу. Қара костюмдегі адамдар, қымбат раушан гүлдерінен жасалған веноктар, телекамералар. Марқұмның бай достары пафосты сөздер айтып, бір-бірімен бәсекелескендей көрінді. Балалары жанында тұрып, тәкаппарлықпен галстуктарын түзеп, мұра қалай бөлінетіні жайында ойланғандай еді. Ерлан да сонда болды. Әдеттегідей шетте тұрды. Арнайы жағдайға сақтап қойған ескі костюмін киіп, көп жылдық етігін жылтыратып алған. Ешкім оған назар аудармады, баяғыдай. Жерлеуден кейін ханым Әлиева қараға оранып, үлкен қара көзілдірікпен көліктің артқы орнына отыра кетті. Үнсіз еді. Зираттан резиденцияға дейінгі жол 1 сағаттан артық созылды, кептелістер, ұзын кортеж. Ерлан артқы айнадан қарап отырды, оның қолдары қалтырап, сөмкесін қысып ұстап отыр, еріндері бозарған. Сол сәтте әйел көзілдірігін шешіп, айнаға тіке қарап, жай дауыспен айтты. Білесің бе, мен бұл күнді 20 жыл күттім. Ерланның саусақтары рөлден сырғып кетіп, көлік сәл шайқалып кетті. Ол тез түзеп алды, жақ сүйектерін қысып, жүрегі атқақтап кетті. Ханым қайтадан терезеге қарады да. Білесің бе, Ерлан 20 жыл күттім саған ақыр айту үшін. Ханым Әлиева қайтадан терезеге бұрылды. Көлік қала шолының арасында жай жылжып келе жатты. Салонда ауырды. Ерлан әрбір секундты мәңгіліктей сезінді. Ерлан, деді ол ұзақ үнсіздіктен кейін сыбырлап. 20 жыл бойы мен бір құпиямен өмір сүрдім. Ал бүгін оны жасырғым келмейді. Ол жауап беруге бат-бат. Қолдары рөлді тас қып қысып, көзі артқы айнаға қадалған. Есіңде ме, деді әйел, балалар кішкентай кезде. Феликс үнемі жылайтын, ал Клара әкесінің дауысы көтерілген сайын дір ете қалатын. Сол сәттерде сен олардың қолынан ұстап далаға алып шығатынсың. Паркте серуендеп, әткеншек теуіп, үйдегі айқайдан қорғап жүрдің. Ерлан көзін жұмып қалды. Көрініс көз алдына айқын оралды. Артқы орындықта бүрісіп отырған 2 бала. Ол екеуінің құлағына құлаққап тағып, жайнап айтып. Сен ештеңе сұрамадың, деді ол. Ешқашан араласқан жоқсың. Тек қорғадың. Сен бізбен оның арасына қалқан болдың. Әйелдің жанары жасқа толып, артқы айнаға көтерілді. Неше рет саған рахмет айтқым келді. Бірақ білетімін, егер ол сезсе, саған менен де жаман болар еді. Көлік қозғала берді, бірақ Ерлан жолдың таусылмайтындай ұзақ екенін сезді. Әр сөзі жүрегіне бір-бірден қадалды. Мен онымен тек балалар үшін қалдым, деді ол сыбырлап. Байлық үшін, адамдардың көзқарасы үшін. Бірақ жүрегім әрдайым сенде болды.
Руль оның қолында дірілдеді. Ол терең тыныс алды. Көз алдынан соңғы 20 жылдың сәттері тізбектеліп өтті. Әйелдің айнадан тастай салған қысқа қарастары, балаларға ойыншық әкелгенде сәл ғана жымиысы, бірде білегіне тиген қолы да сол сәтте жалма-жан кейін шегініп кеткені. Сен білмейсің, Ерлан, бірақ мен сені сүйдім. Әлі де сүйемін. Сөздері ақырын шықты, бірақ бүкіл салонды толтырды. Ол тынысының тарылғанын сезді. 20 жыл үнсіздік, шыдам, салқын қандылық бәрі бір мезетте құлады. Ол көлікті жол жиегіне тоқтатты. Қозғалтқыш әлі гүрілдеп тұрды. Басын баяу бұрды. Екеуінің көздері айнада түйісті. Ханым, деді ол, бірақ дауысы дірілдеп шықты. Мен ешқашан батпадым. Білемін, Ерлан, сенің кім екеніңді білемін. Неден бас тартқаныңды білемін. Сол үшін де енді үнсіз қалғым келмейді. Ол қолын созып, оның орындығының арқалығын жеңіл ғана сипат. Бұл қылықта құмарлықтан гөрі алғыспен жеңілдік көп еді. Балалар қазір ересек. Менің өтірік өмір сүретін еш себебім жоқ. Әлемнің бәрі маған тас атса да, маған бәрібір. Ерланның жүрегі тоқтаусыз соқты. Ол осы сәтті қанша түн армандағанын, оны ханым ретінде емес, әйел ретінде көруге қаншалықты аңсағанын айтқысы келді. Бірақ тіл байланды. Ерлан, қайталады ол. Менің өмірім енді басталады. Сен қасымда болсаң, алға жүруге батылдық табамын. Сыртта қала өз әдетімен дүрлікті, машиналар, адамдардың айқайы, асқан қадамдар. Бірақ осы шағын көліктің ішінде уақыт тоқтап қалғандай еді.